роддомнан шығарып алды мені. Роддомнан шығарып, енді үйіміз Астанада, Алматыда енді үйіміз жоқ. Астанаға кететін болып, менің анам бар, менің балам бар, жай үлкен балам. Сонымен бізге билет алып береді. Тальгаға отырамыз да біз Астанаға жол жүреміз, жол тартамыз. Бірақ ол қыз 2 ай өткеннен кейін ары қарай, оказывается, алдында вакууммен демалып жатқаннан кейін, не қылып жатқаннан кейін, сөйтіп ол қыз пойызда қайтыс болады. Жолды көтере алмай қалады ғой. Жолды көтере алмай, таңғы сағат 7-де Астанаға жетуіміз керек еді. Таңғы сағат 6-да өзімнің қолымда қыз жан тапсырады. 2 айлық бөпем. Бірақ біз роддомнан ол кезде мынандай заң бар еді, анау метрке болмаса шығармайтын. Сол юридический несіне барып, астына түсіп, ол өзін жаңағы әкелік құқығын алады, балаға метрке аламыз. Неден больницадан шығу үшін. Соны қызы болып тіркеліп, сонымен деген барып, Астанаға барамыз. Неден, ЖД вокзалдан бізді кәдімгі бір топ скорый, бір топ полициялар бәрі күтіп алады. Сонымен тағы да кино өмірім. Бұл ұқпайым, қолымда өлген шетінеген бала жан тапсырмаған, неғымаған. Омырауымның сүті деген өлтіріп бара жатыр, ана баланы емізгім кеп. Сөйтіп айтады, бала уже шетінеп кеткен, балада жан жоқ. Сонымен моргқа апарады. Балада двухсторонняя гнойная пневмония деп диагноз қояды. Сөйтіп Астанада білесіз ғой, баланы жерлеу де қиын, жер алу да қиын. О жақта әлі білмейміз нені. Әйтеуір жер беріліп, сөйтіп ол баланы келген жоқ. Ол кісі білмейді да, таппай қаламыз. Звондасақ жоқ. Өзіміз әйтеуір сол жерде туған туыстары бар, қызды жерледік.